распаковка бүгін қыздар, қалайсыздар? Бұның ішінде не бар екенін сіздерге қазір көрсетемін. Мен арнайы микрофон алдым, және де влоговый камера алдым. Білесіздер, мен кетіп бара жатырмын ғой, енді басқа жерге көшіп жатырмын деген сияқты. Сол себепті сол жақтағы тұру салтын, өмір салтын бәрін көрсету үшін, және де кішкене сапасы видеоларым жақсы болсын деп, жағынан дауысым жақсы естілсін деп, ешқандай шумсыз, сол үшін алдым. Қазақстанда жүргеніңізді алып алайын деп. Соны распаковка жасаймыз. Бірге болыңыздар. Кеттік. Аким, мен баламда қарайын дейді. Ой, папашка көрінбесін. Сәлем де достарға. Иә, бірге қарайын. Сен жерде тұршы. Жақсы. Бірге қараймыз дейді ғой, бірге қарасын жақсы. Давай, кеттік, бісміллә. Та-дам! Бізде мына жерге бір записка благодарим за покупку, даже не бірден гарантийный емес, гарантийный талонмен бірге беріп жіберіпті, молодцы. Мынандай бізде жақыннан қазір кадрлар түсіремін, мынандай бізде распаковка. Мынандай кадр. Сен ала ғой, жақсы. И мынандай микрофон. Мынандай микрофон. Вау, супер. Дұрыс бәрі дейтін. Жабыстырылған күшті пакетімен. Молодцы. Қазір енді осыны қараймыз. Иә. Бұл бұлады апсай. Екеуінде де гарантийный талонын беріп жіберіпті. Так, камера DJI Osmo Nano. Бұл влоговый камера. Мысалы, мен қазір өзімнің Canon камерама түсіріп отырмын. Бұл влоговый камера. Және де өте кішкентай, коробкасын көріп тұрсыздар ғой, міне. Мына жерге бүйтіп магнитпен жабыстырып қоясыздар да, вообще микрофон сияқты болып тұрады, көрінбейді. Және де мынау Mic Mini 2 деген екі микрофоны бар. Қазір ашып көрсетем. Осы екеуін алдым, мынаны келесі видеода ашамыз. Қазір мына видеоны, мынаны ашайық, мына коробканы. Так. Жеп қойық. Қазір бәрін енді жақыннан сіздерге көрсетем камерамен. Қазір мен фокусты, ракурсты өзгертен үстіне түсірейін. Жарық болсын, бірге ашып, бірге түсіреміз. Сосын келесі видеода не істейсіз, көресіз тест. Мүмкін осы видеодан да көрсете беремін тест ретінде. Тест деп дауысым қалай шықтырды. Қазір осы кадрларды мен даусымда қарап алыңыздар. Қалай шықтыр, алыстан шықтыр, кішкене бір дауыстар арт жақтарда бар болар. Ал мынамен таққанда қандай болатын, онда тоже көресіздер бірге. Жақсы, мен қазір камерама салып қараймын. Окей, кеттік. DJI Mic Mini 2 деп аталады, бұл сымсыз микрофон. Екі адамға арналған, ішінде көптеген заттар бар. Жалпы характеристикасы интернеттен оқып алсаңыздар болады, бірақ қысқаша айта кетейін. Бұл екі адамның дауысына қатар алып жазады. Қабылдағыш пен микрофонның арасы 400 метрге дейін жетеді. Ұстайды, микрофонның салмағы бір 11 граммдай. Жұмыс уақыты 11 сағат, ал манағы зарядтайтын қорабымен бірге 48 сағатқа дейін барады. Шуды азайтып, солай жақсы таза дыбыс береді. Осында ішінде тасымалдауға арналған сөмке бар. Ішінде бірнеше бөлімшесі бар, заттарды салып қоюға. Бәрін осыны сөмкеде сақтауға болады, сынбауға жақсы қорғайды жалпы. Ішінде осындай магнитик бар. Мынау ашып жатқаным пакетектегі екі қақпақ, қара қақпақ, микрофонның үстіне жабыстыруға. Жалпы микрофонның түсі ақ түс, бірақ бірнеше опция ретінде бірнеше қақпақтарды бірге салған комплектацияға осы осындай кішкентай магнитикпен бірге екі қақпағы бар. Ана екі магнитик, кішкентай магнитикті барлық жерге жабыстыруға болады. Мына ақ қораптың ішінде түрлі түсті қақпақтар бар. Сіз өзіңіздің көңіл күйіңізге сай, болмаса киіміңізге сай қылдырып, манағы микрофонның үстіне осы қақпақтарды жабыстыруға болады. Микрофонның өзінің артында клипсы болады.
зажим сияқты былай киімге қыстырып қоятын, болмаса кішкентай магнитик болады, мына ашып қойып отырғандай киімдіге просто любой жерге бір жабыстырып қоюға жақсы. Тек киімге қыстырмай емес, магнитикпен көңіліңіз қалаған сол жерге жабыстырып қоюға болады. Және де желден қорғайтын осындай бір жүн қаптама бар. Осында екі кабель бар. Бір кабель дейтін камера мен қабылдағыш жалғайтын камера, андай Canon үлкен камералар болады ғой, соны жалғайтын. Ол 3,5 мм және де обычный Type-C кабель, зарядтауға арналған. Осындай кейсі бар. Бұл кейстің ішінде микрофонды қабылдағыш зарядтауға болады. Мына қара түсті ұстаған қабылдағыш және де екі мына ақ екі микрофон. Осындай жинақтау осылардың бәрі бар. Міне бәрін айтып өттім сіздерге. Бәрі де керек зат деп ойлаймын. Міне көріп тұрғандай қара қақпақты осылай микрофонның үстіне жабыстыруға болады. Артында клипсы бар, зажим, киімдерге қыстырып қоюға болады. Және де мынандай магнитикпен де қыстырып қоюға болады. Қалаған жеріңізде, қалаған ара қашықтықта. Және де осындай түрлі түсті қапақтарды да қолдануға болады. Міне осындай жинақ маған өте қатты ұнады. Солай достар, аштық, көрдіңіздер. Маған өте қатты ұнап тұрды осы. Қалай айырмашылықты көрдіңіздер ма? Тыңдап тұрсыздар ма? Дауысым кішкене өзгерді ма? Кішкене сапасы жақсарды ма? Осыны алғым келіп жүрген өзім. Видеоның басында айтып өтіп кеткендей, алда влогтар түсірем, видеолар түсірем, сонда осылай ұстап даусымда енді жақсырақ, әдемірек, сапалырақ еститін боласыздар. Маған өте ұнады, маған және мыналар ұнатты. Әртүрлі киімге сәйкес жабыстырып қоюға күштетіп, сосын нелері де өте сапалы. Қалайша дейді, абылай ғой да? Абылайша. Өте сапалы. Көз ұстап тұр, бұлай екен ғой. Өте сапалы. Оригинал екені көріп тұр. Осындай техника статын Каспий магазинінен алдым, техника статын дүкенінен алдым. Отзывтардың бәріне қарап алдым. Именно осы дүкеннің отзывтары жақсы болды. Мысалға Каспий магазинде біреу тұрады, ашқан бір мысалға мынау затты таңдасаңыз, астында көп деген дүкендер аты жазып тұрады ғой. Бірақ отзывтарда қараған кезде дейтін, как будто барлық дүкенге арналған сияқты болып тұрады. Бірақ отзывтарда қарап жатқан кезде, фотоларда қарап жатқан кезде, мына жерде продавец деген құттай жазу тұрады. Сол жерде именно қай дүкеннен алынған, қай дүкеннен алып отзыв тастаған екен қарап өтіңіздер. Сол бойынша мен басында ең арзан деп өзім сол ең арзан дүкеннен таңдағам, бірақ ол жерде ешқандай отзыв жоқ екен, бір-екі отзывтан басқа. Сосын отзывтардың бәрі қай продавецтен, қай сатушыдан екен, қай дүкеннен екен деп қарасам, қандай дүкен екен айтпай ақ қояйын сіздерге, өздеріңіз Каспий магазиннен қарасаңыздар табасыздар. Сосын мына дүкендікі екен ғой, мына барлық жақсы отзывтардың бәрі көп, 90% отзывтардың бәрі осы дүкеннен алынған екен деп. Сол дүкеннен алдым, бір неше мыңға, бір 3 мыңға ма несі болды, айырмашылығы болды, бірақ сонда да кішкене сенімді болайын деп осыны алдым. Сол мені құттықтап қойыңыздар. Осы магниттерінің өздері қандай қатты да, мысалы мыналар дейтін далаға жел болғанда қолданатын дүниелер өте қатты жақсы ұсталынады. Екінші микрофонды да қазір жалғап қарап дауыстан қараймын. Сосын телефоныма жалғаймын, соның бәрін оңай негізінде инструкциясы толып тұр. Мен жалпы распаковка жасағым келген. Сол Bluetooth-мен жалғана береді. Негізінде тек камераға немен жалғайсыз, кабелі бар, жаңа көрсеткендей, сол кабельмен жалғайсыз да. Ал ноутбук болмаса телефон, солардың бәріне Bluetooth-мен жалғана береді. Сол және де келесі видеода мынаны қараймыз, жер болмаңыздар. Келесі видеоны осына распаковка жасаймыз. Алғысы келіп жүрген мүмкін адамдар бар шығар, қызығып жүрген көріңдер. Интернетте осы камеранды да, осы микрофонды да, камера жөнінде, микрофон жөнінде де отзывтар бар, бірақ көбіне орыстар түсірген, қазақтар түсірген емес. Сол үшін мен қазақша бір контент болсын деп, қазақша осы құтыны ашу рубрикасын жасадым, распаковка рубрикасын. Сосын мына жөнінде де тоже қазақшалар жоқ екен, соны қазақша түсірейін деп, бізбен бірге болыңдар, келесі видео осы туралы болады. Сол қарағандарыңызға рахмет, мені құттықтап қойыңыздар. Енді осыдан бастап не болады? Жақсы сапалы дауыс болады.
аны қызығып тұрмын енді қазір осыны осы микрофонмен түсіремін бұйырса. Пока-пока. Маған лайк басыңыз, подписка жасаңыз, сұрақтарыңыз болса астына жазып кетіңіз. Бірге болайық. Алда күшті влогтар болады. Пока-пока.